Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары. UFC жаңалыктары. Shavkat Rahmonov UFC reytinginde үздік 10ға кірді. UFC fighteri Қазақстандық Shavkat Rahmonov америкалық Нил Мегниді мерзімнен бұрын жеңгеннен кейін жартылай орта дивизион рейтингінде алғашқы 10ға кірді. Rahmonov өткен демалыста Лас-Вегас UFC турнирінде америкалық қарсыласы екінші раундта соңында қылқындыру әдісімен жеңді. Бұл оның UFC лигасындағы қатарынан 4-ші жеңісі болды. Қазақстандық спортшы UFC жартылай орта дивизионда үздік жауынгерлердің рейтингінде өз позициясын айтарлықтай жақсартты. Ол бірден 5-ші позицияға көтеріп, 10-ші орынға тұрақтады. Rahmonovтан жеңілген Магни 2 сатыға төмендеп 12-ші орынға түсті. Макгрегордың қайтып келетініне сенімдімін. UFC президенті Дана Уайт Конор Макгрегордың қашан кезекті жекпе-жегін өткізетінін айтты. Ол Макгрегордың Дастин Пориемен жекпе-жегінде алған жарақаты қалпына келу үшін 9 ай қажет екенін айтты. Макгрегор бұл біздің ғана емес, қоғамның да үлкен жұлдызы. Ол аралас жекпе-жек дәуірінде ең жарқын ойыншылардан бірі. Конор 9 айда емделеді. Сондықтан мен оны шамамен 1 жылдан кейін шаршы алаңға оралады деп күтемін. Оны қайтып келетініне сенімдімін, деп айтады Уайт. Еске сала кетейік, UFC 264-те өткен кейінгі жекпе-жегін Макгрегор бірінші раундта аяғын сындырып алып, Дастин Пориеден жеңіліп қалды. Сіздермен спорт жаңалықтары болды.